сегодняшний день использовать такой сервис, как PapaFree, услуги третьими лицами. То есть вам здесь, допустим, если я обращусь как клиент в любой банк, и вы затребуете у меня адресную справку или справку о наличии отсутствия недвижимости, вам не нужно будет меня направлять в Центр обслуживания населения, вы можете на месте с моего согласия через веб-портал заказать эту справку. Басқаша айтқанда, енді қазақстандықтар халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, банктерден несие алып, басқа да қызметтерге қол жеткізе алады. Бүгін мемлекеттік корпорация қызметкерлері жүйенің барлық оң тұстары туралы айтты. Бір SMS пароль көмегімен 44 қызметті алуға болады. Бұл банктерден анықтама алған кездегі комиссияны теңестіреді. Комиссия тоже разнятся. Комиссия әртүрлі, біреуде 80, 100 немесе 200. Енді комиссия бірдей болады. Алайда негізгі мәселе ол электрондық мемлекеттік қызметтерге қол жеткізу. Новшества будут, конечно. Жаңалық әрине болады. Біз 2-тоқсанда биометриялық мәліметтер арқылы барлық электрондық анықтамаларды аламыз. Азаматқа жеке куәлігін пайдаланудың қажеті жоқ. Банкерлер мұндай жаңашылдыққа үлкен қызығушылық танытып отыр. Әйтсе де соңғы мәліметтерге сүйенсек, бөлшек несие секторында бәсекелестік жоғары емес. Негізгі күрес өнеркәсіп, құрылыс және ауыл шаруашылығы компанияларға қарыз беру нарығында байқалады. Самал Белгібаева, Артем Буланов, Антон Тыщенко, РБ телекомпаниясы.